Кешірімді болудың күші. Ұзақ әрі өнімді өмірдің сыры әр кеште ұйықтар алдында барлық адамдарды кешіру. Кешірімділік ерекше бір күш. Ол жүректі тазалайды, рухты көтереді, тәнді сауықтырады, ойға тыныштық сыйлайды. Алайда аталмыш күштің екі түрлі жолмен қалыптасатынын түсінген жөн. Біріншісі, кешірімділікке жетелейтін жігерді қажет етеді. Бұл жігер қозғаушы күш деп аталады. Ол сені кешірімділікке итермелеп тұрады. Екіншісі, адам танытқан кешірімділігінен кейін оның жемісін сезіну керек. Бұл кешірімділік сыйлайтын күші деп аталады. Бірінші, яғни қозғаушы күшке қатысты мәселе. Қолыңнан келетін істерге өзің қожа екеніңді, өз нәпсіңе және басқалар алдында да кешірімділік танытуға шамаң жететінін білуің керек. Өткен өміріңдегі оқиғаларға, өміріңде орын алып жатқан түрлі жайттарға, өсіп өнген ортаңа және тағы басқа дүниеге кеңшілікпен қара. Негізінде, ұстамды болуға, бәрін жаңадан бастауға шамаң жетеді. Бұған тек айнымас сенім, шынайы ниет керек. Өз жаныңа үңіліп, көзіңе тік қарап, мен өзіме, басқаларға, өмірімде өткен оқиғаларға кеңшілікпен қарауды қалаймын, деп айт. Осы сөзді іштей бірнеше рет қайтала. Бұл сөздер жан дүниеңде қайта-қайта жаңғырсын. Қолыңды алқымыңа қойып даусыңның шығуын қадағала. Бәлкім, ұстамды бола алмаудан туған қорқыныштың немесе ұстамды болуға сенімсіздік дауысы үн қатар. Бірақ алған бетіңнен қайтпа. Бәлкім мұны соңына жеткізуге құлықсыздықты сезінуің де мүмкін. Өйткені бұл нәпсі рахатынан тыс әрекет. Алайда соған қарамастан, бұл ұстанымыңа берік бол. Кешірімді болуға бейімделу барысында, жан дүниеңдегі кедергілер кеткенше, күн сайын осы ұстанымыңды жалғастыра бер. Егер қысылмаймын десең, жаныңа жақын адамға осы мақсатың жайлы айт. Сыннан өткізер мұндай жайттар мен жағдайлар болмағанда, өмірден сабақ алып дами алмайтыныңа сенуің керек. Кешірімшіл қасиетіңді шыңдайтын өмірдегі сынақтар бастан аяқ сені тәрбиелеудің алғышарттары мен кіріспелері. Мұның сынақпен сенің мазаңды қашыру мақсат етілмегенін түсін. Кешірімді болуға бейімделуге итермелейтін жағдайлар көп кездеседі. Бұл бойыңнан жұмсақтықтың автоматты түрде көрініс табатын жайттар. Сен тек мұндай жағдайда ой жүгіртсең болды, кешірімді болудан келетін жан рахатын сезінесің. Сонымен қатар, сын сәтте ұстамдылықтан бұйырар ұлы сыйды есіңе ал. Нұр сүресінің 22 аятында Алланың сендерді кешіргенін қаламайсыңдар ма? Алла өте кешірімді, ерекше мейірімді делінген. Міне, осы ұғымның бәрі сені ұстамды болуға итермелейтін қозғаушы күш. Екінші, кешірімді болудың сыйлайтын күшіне қатысты. Мына жазбаны тыңдай отырып, өзіме, өзгелерге, өткен өмірдегі оқиғаларға кешіріммен қарар болсам, нендей нәтиже бермек? Кешірімді болсам, қандай пайда көрем? Деген сұрақ тууы мүмкін. Кешірімді болуға, ұстамды болуға тырысар болсаң, түрлі жемісін көресің. Оның жемісі өміріңнің барлық жерінде көрініс табады. Аталмыш жақсы қасиеттердің оң нәтижесін жаныңнан, денсаулығыңнан, руханиятыңнан, жан дүниеңнен табасың. Оның пайдасын ісіңнің, әрекетіңнің алға басуынан, қарым-қатынастарыңның жақсарғанынан байқайсың. Шын мәнінде өміріңнің әр сәті шеңберге қатты ұқсайды. Қайсысынан бастауды оңайлықпен таба алмайсың. Шеңбердің ортасына дөп түсер болсаң, түбегейлі өзгеріске қадам бастың деген сөз. Кешірімді болу ұстанымының кеңшілікке, азаттыққа бастайтын оң нәтижелеріне тоқталайық. Кешірімді болу түнде ұйқыңнан айыратын, күндіз көңіліне қаяу түсіретін, беліңді қайыстыра жүк болып жүрген, сені шаршап шалдықтыратын жағымсыз сезімдерден азат етеді. Басыңнан ұрыс керіс өткен кездер есіңде ме? Сол кездері күні бойы не сезіндің? Келесі күні ұйқыдан тұрғаныңда өзіңді қалай сезіндің? Адамдардың көбісі ұрыс керістен соң шаршау, қалжырау,
қимылдың ауырлығын сезінеді. Тіпті ол болмашы ұрыс керіс болса да, расында ұрыс керіс әл қуаттан айырады. Енді елестетіп көріңізші. Ал егер сезімдер мен ойлар материядан тұрса, материалдық зақым келтіретін затқа айналса, осылайша бүкіл жағымсыз сезіміңді дорбаңа салып үнемі арқалап жүрсең, сезімнің жағымсыз болған сайын салмағы ауырлай берсе, сол жолдан шықпай жүре бересің бе? Бұл жай ғана мысал болғанмен, жағымсыз сезімдердің бізге берер әсері дәл осындай. Кешірімді болу мен кеңшілікті ұстану жан дүниеңнің, тәніңнің, ақылыңның жетіліне түсуіне көмектеседі. Ақыл деңгейінің өсуіне ықпал етеді. Бұл сипаттың жасқа мүлдем қатысы жоқ. Рухани есею мен ақылды болудың жаспен байланысы жоқ. Мәселен, 20 жастағы жігіттің ақылы 40 жастағы кісіден асып түсуі мүмкін. Керісінше де болып жатады. Көп жағдайда кешірім мен кеңшілік секілді рухани азаттық сыйлайтын іспен ақыл мен кемелдіктің межесінде жеткен тұлға айналысады. Есесіне, оның мұндай оң жолға түсуі оның ақылдылығын, кемелдігін одан сайын арттыра түседі. Нәтижесінде мұндай іс құлды рухани азық алмасу кезеңіне айналғандай болады. Яғни, мұндай сипат адамға жақсылық беріп, ол оны қабыл алып өзгеге сыйлайды. Ал қатыгездік сезіміне, жағымсыз ойларға батқан жан қай жағынан болмасын жетілмей ақылға жұтаң болады. Мұндай тұлғаға көрегенділік пен кемелдіктің берер сыйы міне осындай. Бұл сипат оң өзгерістерге жетілдіріп артынша жемісін береді. Нәтижесінде кешірімді адам өз ісінің жемісін жағымсыз сипаттан арыла алмаған жанға қарағанда көбірек көреді. Кешірімді болу адамға жан тыныштығын, есендік сыйлайды. Ондай адамның рухани тұрғыда күштірек екенін, құлшылықтың мақсаттарын тереңірек түсінетінін байқайсың. Ондай жанның жүрегі таза, ой санасы сау, көңілі тыныш. Кешірім танытуым жасалған жамандықты еш нәрсе болмағандай ұмытуым керек дегенді білдірмейді. Менің кеңшілік қылуым біреудің жағымсыз әрекетін қабыл алып, оған қалағаныңды істей бер дегенді білдірмейді. Міне, кешірімді болуға қатысты кең тараған қате түсінік көп адамның кешірімді болудан бас тартуына итермелейді. Атақты профессор, психиатр Томас Стивен кешірімді болу мен кеңшілік туралы: ақымақ адам кешіре алмайды, әрі өзіне жасаған жамандықты ұмытпайды. Аңғал адам кешірімді болады, әрі өзіне істелген жамандықты лезде ұмытады. Ал данышпан адам кешіреді, алайда өзіне істелген жамандықтың, надандықтың себеп салдарын ұмытпайды деген. Шын мәнінде, ерекше кешірім таныту адамды азат етіп, келеңсіз жайттан құтқарады. Кешірімді болу мәселесіне ой жүгірту деген өзімді, сезімдерді, ой-пікірімді, уақытымды дұрыс басқару арқылы келеңсіз жайтқа немесе адамға кеңшілікпен қарауымды білдіреді. Міне, осыған тоқталғанымыз жөн. Ойымызды, сезімдерімізді, тіпті өмірімізді біреулердің басқаруынан немесе ойымыз бен сезіміміз келеңсіз жайттың ықпалына еріп кетуінен сақтануымыз қажет.